Алтыншы дәріс сөйлеудің психологиялық қырлары. Дәрісімізде қарастырылатын тақырыптар: тілдесімдік қателіктер, тілдесімнің пайда болу теориялары, тілдесім жасау модельдері, тілдесім жасаудың стохастикалық моделі. Психолингвистикада сөйлесім әрекетінің жасалуы мен қабылдануына байланысты орасан зор материалдар жинақталған. Айталық 1895 жылы тілдік қателердің атасы деп саналатын Мерингер атты ғалым ауызша және жазбаша тілдердегі 8 мыңнан астам қателердің, сондай-ақ дыбыстап оқу барысында жіберілетін қателердің тізімін жариялаған болатын. Ғалым тілдік қателерге кідіріс, тербелу, түзетулер, қайталамалар және орнын басу, сондай-ақ жаңылыс айту сияқты қателерді жатқызған. Ғалым Виктория Фромкина жаңылыс айтылған сөздерді 4 типке бөліп қарастырды. Олар ауыстыру, орнын алмастыру, қалдырып кету және де қосып алу. Яғни осы ғалымның пікірінше бұл типтер фонема, буын, сөз және синтагмалардың психолингвистикалық шындыққа ие екенін растайды. Фонологиялық деңгейдегі жаңылыс сөздер айрықша ауыстырумен, яғни сөздерге қатар орналасқан бірінші және соңғы дыбыстарды алмастырумен байланысты болып келеді. Кейінірек болатын дыбысты алдын ала болжап қою, дыбысты қайталау сияқты белгілермен ажыратып аламыз. Мысалға, тілдік қателіктерге бір буынды екінші буынмен алмастыруды да жатқызамыз. Жалпы жаңылыс сөздер буынға құрылымдық бөлу заңдылығына бағынады. Соның ішінде сөйлеуші айтуға ниеттелген сөздің алғашқы буыны басқа сөздердің алғашқы буынымен алмастырылуы мүмкін. Ортаңғы буынмен, не болмаса соңғы буынмен алмасып өзгерістер кездесіп жатады. Екінші сөздің соңғы фонемасы бірінші сөздің алғашқы фонемасымен әдетте ешқашан араласпайды. Бұл заңдылық буын сөйлеудің жоспарлаудың бірлігі болып табылатынын дәлелдейді. Мысалға, ағылшын тілінде a reading list тіркесін алатын болсақ, ауызекі сөйлеу барысында a reading list L әрпімен алмастырылуы мүмкін. Бұл тілдік қателіктерге жатады. Яғни бұл жерде әдетте сөз тіркесінде қатаң дыбыс ұяңға, ұяң дыбыс қатаңға алмастырылып кетіп жатады. Сондай-ақ тілдік қателіктердің 87% сөз таптарының бірінде қайта-қайта кездесе беретіндігі белгілі. Көмекші сөз таптарында айталық шылау, предлог және есімдіктерде қайталамалардың 90% кездеседі. Бұл жағдайда негізінен атаулы сөз таптары зат есім, етістік, сын есім және үстеулер көбінесе түзетулерге ұшырайды. Жалпы алғанда тілдік қателер фонологиялық, морфологиялық, просодиялық, семантикалық, синтаксистік секілді тілдік деңгейлердің болу заңдылығының дұрыстығын растайды және сөйлесім әрекетінің жасалуында адам бұл деңгейлердің бірліктеріне сүйенеді деген фактіні ұстанамыз. Тілдесімнің пайда болу теориялары. Филогенезде сөйлеудің пайда болу теориясына қатысты бірыңғай пікірлер жоқтың қасы. Дегенмен де тіл 50 мың жыл бұрын пайда болды деген болжам бар, бірақ нақты айғақ жоқ. Париждік лингвистикалық қоғам 1865 жылдың өзінде ақ тілдің пайда болу жөнінде кез келген гипотезаларды пайдасыз және нәтижесіз деп қарастыруға тыйым салды. Ал Лондон филология қоғамының президенті 1873 жылы былай мәлімдеме жасаған болатын. Яғни мұндай сұрақтар филологиялық мәселелерге жатпайды деген. Ресей тілдік қызмет теориясына сүйенсек, сөйлеу еңбек процесінде, яғни затқа әсер ету процесінде пайда болған. Көбінесе ұжымдық еңбекте жеке адамның әрекеті қызметтің жетекші мотивіне сәйкес келмеуі мүмкін дейді.
Дәрісіміздің үшінші тараушасы бұл тілдесім жасау модельдері. Тілдесімді біз жалпы алғанда сөйлеу деп те алсақ болады. Ал модель бұл объектіні маңызды белгілері бойынша құрастыру. Жалпы психолингвистикада сөйлесім әрекетінің жасалуының бірнеше модельдері бар. Ол модельдер әдетте ғалымдардың аттарымен аталады. Мысалы, Хомский моделі, Лория моделі деген сияқты. Сіздермен оларға алдыңғы дәрістерде толығырақ тоқталамыз. Алғашқыда сөйлесім әрекеті жасалуының модельдері өзінің мәні жағынан ізінше өңдеу модельдері болды. Олар адам алдағы өткен деңгейдегі жұмысты аяқтағаннан кейін әрбір кезекті деңгейге өтіп отырады деп жорамалданды. Тек кейінірек тілдік ақпаратты параллельді өңдеу моделі пайда болды. Олар сөйлеуді көптеген деңгейлерде бір мезгілде өңдеу мүмкіндігін мойындауға негізделген болатын. Ең алдымен хабарлау жайында, сосын грамматикалық жағынан дұрыс сөйлем жайында, кейінірек пікір айту жайында айтылды. Жол-жөнекей ескерте кететін болсақ, Ресей психолингвистикасында лингвистикалық болып табылатын сөйлем термині әдетте қолданылмайды. Оның орнына соңғы кездерде сөйлеушіні автор, тыңдаушыны адресант дейді. Сонымен қатар біріншінің екіншіге тілдік құралдар арқылы әсер ету ниетін болжауды дискурс деп жиі қолданылады. Төртінші тақырып сөйлесім әрекетін жасаудың стохастикалық моделі. Жалпы стохастикалық модель тіл күй-жайдың соңғы саны ретінде сипатталуы мүмкін дегенге сүйенген. Джордж Миллер, Наум Хомский тарапынан осы 1960 жылы осы модель ұсынылған болатын. Олар сөйлеуді элементтердің мынандай бірізділігі ретінде сипаттауға мүмкін деп есептейді. Яғни болып өткен элементтердің пайда болуының бар болуы, ықтималдығына тәуелді болатын тілдік тізбектің әрбір жаңа элементінің көрінуі жүзеге асатын элементтердің бірізділігі. Мысалға, әрбір 5-ші элемент болып өткен 4 элементтердің көрінуіне тәуелді пайда болуы мүмкіндігіне ие болады деп баяндалды. Бұл тілдік элементтердің бірізділігін статистикалық процедуралар көмегімен сипаттап көру болып табылады. Дегенмен, бұл теория бойынша сөйлесім әрекетін жасаудың бір ізділікпен үйрену үшін бала сөйлей алғанға дейін өз ана тілінде 2100 орасан зор көлемде сөйлем тыңдауы қажет дейді. Яғни бұл теорияны сынаушылардың ескертуінше, бұл үшін 10 адамның өмірі де жеткіліксіз.